Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бүгінгі бейне сабақта модуль платформасына қалай барлық тесттерді бірден жүктеу керектігін үйренетін боламыз. Ол үшін мен көрсеткен үлгі бойынша жасайсыздар. Ол үшін Word документ файлына кіресіздер. Оның ішінде қазір сіздер көріп отырғандағыдай үлгі бойынша тестті дайындайсыздар. Алдымен мынау тесттің сұрағы бір қатарда болу қажет үлгі бойынша, және де варианттарыңыз бір қатарда орналасу қажет. Және ескере кететін бір жайт, сіздер мына тесттердің барлығын белгілеп алып, оларды ағылшын алфавиттермен орналасатын ABCD форматына қоясыздар. Және астыңғы жағына әр сұрақтың дұрыс жауабын көрсетесіздер. Ол үшін answer деген ағылшынша дұрыс жауап дегенге қос нүкте қойып, дұрыс вариантты көрсетесіздер. Бұл жерде дәл осы үлгі бойынша жасау қажетсіздер. Егерде дәл осындай үлгі бойынша жасамайтын болсаңыздар, модуль платформасында ошибка шығару мүмкін. Ол тестіңізді қабылдамайды. Қайталап өтемін, сұрағыңыз бір қатарда және де жауаптарыңыз, варианттарыңыз бір қатарда болуы қажет. Және answer деп жазып, оған қос нүкте қойып, дұрыс жауапты үлкен бас әріппен көрсету қажет. Сіз осылай тестіңізді дайындап аласыз, және де модуль платформасы бұл док файлдарды қабылдамайды. Ол үшін бізде модуль платформасы тек тексті файлдарды қабылдайды. Сол себептен де бұл тестті жасап болғаннан кейін барлық тесттеріңізді Ctrl-A деп және Ctrl-S деп сақтап көшіріп аласыз. Және де өзіңіздің сол документтіңіз тұрған жерге тексті файл создать етесіз. Тексті файлдың ішіне ашып, жаңелде өзіңіз жасаған тестті осы жерге көшіресіз. Ары қарай ол тестті өзіңіз бір тексеріп шығыңыз, сұрақтары бір қатарда, варианттары бір қатарда және answer дегенге дұрыс жауаптары қойылған ба. Бір тексеріп шыққаннан кейін осын сохранить етіңіз. Арғай жабамыз. Және де өзіңіздің модуль платформаңызға кіріп, пәніңізді таңдап, ішіне жаңа тема қосқаннан кейін осы жерге тестті қалай создать ететінімізді көрсетемін. Ол үшін мен де қазір жаңа тема аштым және осы жерге сынақ деп қосамын. Сынақ. Енді әдетте сіздер қоятын сияқты осы жерге тест деп қоямыз. Әдетте сіздер жеке-жеке енгізіп жүресіздер. Енді қазір барлық тесттердің барлығын бірден жүктеуді көрсетемін. Ол үшін қазір тест создать етіп алайық. Мысалы, мен тест создать еттім. Ары қарай міне анда астыңғы жағында тұратын настройкілердің өздеріңіз білесіздер, міне жағында қалай уақытты қою қажеттігін, ограничение. Ары қарай оценка, мен бастысы бұларды қазір көрсетпей қойын, ол жағын өздеріңіз де білесіздер. Мен сіздерге қалай барлық тесттерді қалай жүктеу керектігін көрсетейін. Ары қарай сохранить и вернуться к курсу деген бар, соны басасыздар. Қазір менде тестті қойдым, енді осының ішіне кіремін, және оң жақ жоғары жақта мынандай настройканың суреті иконкасы тұрады, сол иконкадан бастаңыздар. Астыңғы жағында банк вопросов деген бар. Осы банк вопросовқа басыңыздар. Ары қарай сіздерде осындай терезе ашылатын болады. Осы жерден импорт деген менюға өтесіздер. Астыңғы жағында формат файла дегенде біздегі формат icon дегенді таңдайсыздар. Және общее дегеннің ішіне кірсеңіздер, не жерде категория для импорта деп тұрады. Сол жерден сіздер, мен қазір ғана создать еткен тестім бар, не жерде тест деп создать еткен, по умолчанию для тест деп тұр. Осын таңдаймын. Не жерде сіздер по умолчанию для 671 дегенді таңдайтын болсам, ол сол неге алып қалады, бүкіл курс қалады. Мен жай ғана оны қазір ғана создать еткен тестіме алуым қажет. Ары қарай сіздер
ешқандай по умолчанию тұра берсін, ешқандай өзгерістер жасамаңыздар. Ары қарай мына жерде import вопрос для файла дегенді ішінде выбрать файла деген таңдаңыздар. Ары қарай сіздер выбрать файла деп тұрады. Мына жерде осы кнопканы басу арқылы өзіңіздің тексти файлыңызды таңдайсыз. Тест жасалған тексти файлыңызды және көшіріп алып келген. Ары қарай таңдағаннан кейін открыть дейсіз. Мына жерде өзіңізде байқасаңыз болады, test.txt деп тұр. Ары қарай сохранить как деп тұр. Мен осы жерге сынақ тест деп сохранить етейін. Сынақ тест деп сохранить еттім. Ары қарай загрузить этот файл. Мына жерде сынақ тест деген жеңілдегі мен атпен txt файл алынды. Енді импорт жасау қажет. Импорт деймін. Қазір ешқандай ошибка жоқ. Мына жерде егерде сіздерде ошибка болып жатса, мына астыңғы жағына қызыл түспен жаңа блок шығаттаған астыңғы жағында қандай сұрақтарда ошибка шығып жатқанын көрсетеді. Ары қарай продолжить. Бұл енді сохранить етілді. Сіздің жаңағы тест деген курсыңыз сохранить етілді. Енді осы жерден мынау жоғары жақта тестке өтейік. Енді бізде бірінші қадам жасалынды, ол тесттерді біз алып алдық. Бірақ әлі мынақа қойған жоқпыз тесттің ішіне. Сохранить етіп алдық тек қана. Енді ол үшін бізде тестті қою үшін редактировать тест деп тұр, немесе мына оң жақ настройка жоғары жағында настройканың ішінде редактировать тест деген де бар. Сізде де дәл осылай ашу керек, сіздерде де редактировать тест деп басамыз. Ары қарай оң жақ төмен жағында добавить деген кнопка бар. Сол кнопканы бассаңыздар, случайный вопрос таңдаймыз. Случайный вопрос. Ары қарай сізде осындай диалоги окно шығады. Сіз бұл жерден по умолчанию для деп сізде идентификатор номері көрініп тұрады осы жерде. Соның үстінен бассаңыздар, мына жерде сіздердің қай тестке алғандарыңыз, қай курсқа сізді еткен тесттеріңіз список шығатын болады. Мысалы, менде міне по умолчанию для тест 2 деп тұр. Менде жаңағы тесттер саны 2 еді. Сол себептен 2 деп тұр. Сіз қанша 100 сұрақ жүктесеңіз, сізге 100 деп тұрады осы жерде тестіңіз. Үстінен басамыз. Ары қарай жүктеліп жатыр, қазір жүктеді. Ары қарай количество случайных вопросов деген тұр. Осы жерде сіз қанша сол 100 тест жүктесеңіз, соның ішіне қанша тестті студенттерден алғыңыз келеді. Соны таңдайсыз. Мысалы, менде количество случайных вопросов, сіз әдетте 100 сұрақтың 100 тесттің 50-ін аласыз, 50 деп таңдаңыз осы жерден. Менде қазір 50 тест жоқ, небәрі 2 тестті ғана сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Мен 2 деп қойайын. Ары қарай сіз мына жерде 50 деп қойғаннан кейін добавить случайных вопросов деген кнопканың үстінен басасыз. Қазір сізде үлкен список шығады, 50 сұрақ алынғаны туралы, және де 50 сұрақ мына жерде тұратын болады. Ары қарай перемещать дегенді птичка қойыңыз, өйткені ол сізде варианттар мен сұрақтарды орындарын ауыстырып қояды. Ары қарай максимальная оценка, бұл жерге 5 деп қойсаңыз, сіздің ол жерде кейін статистика шығарған кезде максимальный баға 5, қанша процент студенттердің кім қанша процент алғанын шығарып тұрады. Ары қарай сохранить. Болды, енді міне тестіміз барлығы жүктелді, тест қойылды. Енді сіз мына тест деген жоғары жақтағы бөлімге өтсеңіз, осы жерде начать тестирование деп тұр. Соның үстінен басып, сіз өзіңіздің тестіңіз жүктелді ма көре аласыз. Ары қарай, мысалы, менде мына жерде сізде 50 тест тұруы мүмкін. Менде қазір 2 ғана тұр. Өйткені мен 2 ғана тест жүктедім. Ары қарай сіз өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады сол сұрақтарда. Мысалы, менде мына сұрақтар жақтан белгілеп жіберейін. Ары қарай студенттеріңізде дәл осылай шығатын болады. Вернуться к попытке деген. Оларға сіз қанша попытка беретініңізді өзіңіз көре настройкадан дұрыстап қоя аласыз. Ары қарай отправить все и завершить тест деген кнопканы бассаңыз, осындай диалоги окно шығатын болады. Ары қарай отправить все и завершить тест. Міне осылай студенттеріңіз дәл осылай сізде қанша уақытта жауап берді, қанша сұраққа жауап берді, қанша процент
100%-дің қанша процентіне дұрыс жауап бергені туралы ақпарат ала алады. Құрметті әріптестер, басы дәл мен көрсеткен үлгі бойынша жасасаңыздар, сіздерде ешқандай ошибка, ешқандай қателік шықпайды.